аутистикалық спектр бар деп жазыпсыз өзіңізде. Болу керек қызығушылықтар менде болмайтын. Мен өзім байқамай қалдым, я, оказывается, раскачиваюсь. Бір психиатрға бардыңыз ба, әлде бірнеше психиатрға бардыңыз ба? Мен негізі кішкене кеш сөйлеген екем, оны жақында білдім. Сол уақытқа дейін тексерілмегеннің себебі, мен ойлаймын, тек қана маман жоқтығынан болды. Сіз және де осыны ерекше балалармен жұмыс жасайсыз, аутист балалармен. Ол балалармен жұмыс жасағанда қиын емес па, жалпы қалай өзіңіз? Аутизмі бар адамның барлығы бірдей емес, бірақ аутизм диагнозының қиындық салалары бір ғой. Мысалы, мен өз баламды көбінесе түсінбеймін. Мен соны зерттеймін. Мысалы, 20 минут бұрын баламды не қоздырып, не жындандырып жіберу мүмкін деп. Егер балада опыт болса, где много лечили его, қызығушылық жоқ, сондай болады. Как будто басып тастады оны. Ол нежелательное поведение көрсетіп жатыр деген сөз бала балансқа түсуге тырысып жатыр. Просто білмей жатыр, қалай түсіндіретін. Енді сіз осы аба терапевт ретінде аутизм шығу себебі, көбейіп жатқан себебі неде деп ойлайсыз? Мысалға, менің туысқандарымда болуы мүмкін ол. Менде де болуы мүмкін. Менде болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Бұл деген сіздің үйіңізде бір өздеріңізде айтылмаған құпия бар, содан кейін де аутизм болады деп. Сондай да айтылған. Прививка десек, прививка болып, бірақ болмаған балалар бар. Прививкаға дейін аутизм анықтаған балалар. Просто, если тебе интересно сначала изучи, неге олай болып жатыр екен деген сияқты. Либо не лезь. Тиіспеңдер. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, мен есімім Ақлима, мен аутист баланың анасымын. Бүгінгі біздің ерекше подкастымыз аутизм және аба терапияға арналады. Бүгінгі студиядағы қонағымыздың өзінің басында аутизм және СДВГ диагнозы бар, яғни зейіннің тұрақсыздығы мен гиперактивтік синдром диагнозы бар деп өз басына қойылған. Осындай диагнозбен өмір сүру қалай, және де осындай диагнозбен жұмыс жасау қалай, ортамен араласу қалай, осы туралы, және де аутист балалармен аба терапия жайлы қалай айналысу керек, аутист балаларға қандай да жұмыстар жасалу керек, осы жөнінде барлығын бүгінгі қонағымыз толық сіздерге айтып таныстырып береді. Сәлеметсіз, Сымбат ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Ең бірінші сұрағы маған өзіме өте қызық болып тұр. Жаңа сіздің Инстаграм профиліңізден, сіздің өзіңіз басыңызда СДВГ, яғни зейіннің тұрақсыздығы мен гиперактивтік синдром, және де аутизм рас, және аутистикалық спектр бар деп жазыпсыз өзіңізде. Осы туралы толық айтып берсеңіз, оны сізге диагнозды психиатр қойды ма, әлде ол сіздің өзіңіздің пайымыңыз сондай ма, осы туралы айтып берсеңіз. Рас және СДВГ диагноздары психиатрмен сізге қойылды, маған қойылды. 23-ші жылы. Жалпы, егер там 3-ке бөліп қарайтын болсақ, мен өмірімді жалпы университетке дейін мен жай ғана өзімнің өзгеше басқаша екенімді қабылдауым, немесе қабылдауым дегенде андай біз үйреншікті тілдегі емес, әр нәрсеге көзқарасым, немесе іс-әрекеттерім әртүрлі өзгеше екенін байқайтынмын. Мысалы, қандай көзқарастарыңыз әртүрлі болды? Мысалы, маған бір жаққа шығу, подростковый возрастта болады ғой, мысалы. Ол көп ұнамайды. Мен түсінемін, үйде жалғыз отырған болады, көбіне, немесе кез келген бір мелочтардан бастап кейбір нәрселерге балаларда қалай сәйкесінше болу керек қызығушылықтар менде болмайтын, немесе кейбір нәрселерге байланысты ойнамайтынсыз, кішкентай кезінде қалай ондай болды ма? Ойнайтынмын, опять же, негізі біріншіден, когда высокофункциональный аутизм ғой, енді сізде высокофункциональный аутизм? Өйткені понятное дело, мен дефектологпын, магистрмын, поведенческий аналитикпін деген сияқты. Понятное дело, менде интеллектуалды жағынан қиындықтар болған жоқ. Әлеуметтік социум жағынан қиындықтар болды. Ол жағынан, опять же, мені білетін адамдардың барлығы айтады 100% қайдағы қиыншылық, әлеуметтік біз араласамыз ғой деген сияқты.
әрине ол мен оны қалай сеземін сондай болып ол жұртқа сезілмейді, себебі мен жұмыс жасап жатырмын. Менің ойларым, менің жаңағы социумның қалай навязывать етеді дейді ғой, жаңағы, то есть грубо говоря, мені заставить етеді. Кішкентай кезден уже сен жұрт сияқты болуың керек, немесе аралас, мысалы маған қыдырып қайтайық бірдеңе десе, көп жағдайда ұялғаннан я дейсің деген сияқты. Или то же самое сөйлесіп үйрену керексің кішкентай кезден. Ну, то есть сен даже анализ жасап үлгермейсің, мен ойымды жеткізе аламын ба қазір деген сияқты. Қалай бар солай сөйлесіп кетіп жүресің, и практика қалыптаса береді. Но то, что маған ол процесс қиын, және де кейбір ситуацияда әлі күнге дейін әлеуметтік жағынан қиыншылықтар, кейін оказывается мен біреуді ренжітіп алыппын, немесе менің сөзімді дұрыс түсінбепті деген сияқты көп жағдайлар орын ала береді. айтасыз ғой, сонда ойыңызды, Вот қалай бар солай. прям 2-3 күн бұрын ба бір бакалаврда оқыған группаласымен сөйлескен болатынбыз, и мен білмеппін, ол әңгіме етіп жатқан кезде айтып жүр, біраз жылдан бері кездесіп тұр. Мен бір уақытта оны оған қалай жағымсыз нәрсе айтқан екенмін. Мен ол үшін қалай, мен үшін ол жай ғана шутка болды, әзіл болды сол моментте. Мен үшін ол бәріне түсінікті әзіл екені болды. Оказывается, оған ол қатты тиген екен. Мен оны ойламаппын. Сол, мен өзім таңғалып қалдым, өйткені сол кезде мен сені ойлағам, прям резкаясың деп. Бірақ ойлаймын, тек ол мағынада емес, там тіке айту ғана емес. Тағы қандай белгілер бар сізде аутистикалық? Мысалы, мен байланыс қиын, оны түсіндім, содан кейін тағы қандай бар? Ну, стимуляция. Қандай стимуляция сізде? Оны, наверное, ашып айта алмаймын. Ашып енді. Оны айта аласыз, стимуляция кезінде сіз не сезінесіз? Өткен маған өзім баламда аутист бала, 10 жаста. Ол мен баламын да высокофункциональный емес, низкофункциональный, жаңа балам сөйлемейді. Өте ауыр түрі аутизм. Ол балам мүлдем сөйлемейді. Сондықтан да маған ол стимуляция жасаған сайын, маған мысалы баламның сол уақытта ол нені сезеді, ол қандай әсерде болады, мен білгім келеді. Бірақ айтпайды ғой маған. Сол үшін сұрап жатқан маған сол стимуляция жасаған кезде сіздерде қандай көңіл күй болады, нені ойлайсыздар, мүмкін тілде ойламайсыздар ма деген сияқты. Негізі барлығы аутостимуляция негізі қарапайым нәрсе. Қазір мен, наверное, и как раз бар адам ретінде де, специалист ретінде де болатын шығар мен жауабым. Сіз мысалға өзіңіздің өміріңізде бір қиын, стресстік ситуация болды, шаршап кеттіңіз, ыңғайсыз ситуацияда көп қалып қойдыңыз. Қалай расслабитесь кешке, например? Мен көбінесе жолдасымен сөйлесем, балаларымды құшақтаймын. Кейде көп жылап қоямын. Сондай енді білмеймін, стимуляция ол қалай? Ну, жылау часто стимуляция, менде бар нәрсе часто. Ну, не то, что стимуляция, это разгрузка жаңағы не ғой. Ол енді бүкіл адам басында бар ғой. Мен аутист балам жыламайды. Ол балам мүлдем жыламайды. Әркімдікі өзіне әрине. Ол айқайлайды. Жалпы аутистимуляция дегеніміз, яғни ол уже не ғой, жеке жүйесін қалыпқа келтіретін әрекет. Сол үшін сұрап жатырмын, сіз не істейсіз деп. Сол сияқты әрбір адамның өзінің способы бар оны қойдыратын. Біреу сөйлесіп, не о чем сөйлескен, немесе ойындағын ол более қалай социально приемлемый дейміз ғой, нормаға сәйкес әдісі, способ, ол жаңағы ішіндеген шығарып біреуге айту, біреу психологқа барады, біреу туыс жақынына барады деген сияқты. Сол арқылы бір эмоциясын шығарады, сонымен жеке жүйесі тынышталады. Но оны нейротипті адамда, нейроотличный деп айтады, яғни
рас немесе СДВГ-сі бар әркім жаңағыдай социально приемлемый емес жылау немесе ашулану немесе прям біреу тренировка бар, көп тренировка жасайды шығар, біреу басқа нәрсе жасайды шығар деген сияқты. Әркімнің өз способы бар. Кейде болады ғой адамдар ручканы тырсылдатып отырады деген сияқты. Мен балам мысалға қолын көп жасайды былай. Қайта стимуляция жасайды, аутист балам қайта қолын. Сосын былай қайта тереді қолын. Мен папам, надеюсь, ренжімейді, если көріп жатса. Үйде андай ситуация болады. Қызық жай ғана ситуация негізі. Шай ішіп қатты ойланып отырған кезде былай айналдырып отырады, немесе кружканы айналдырып отырады, немесе қасықпен айналдырады. Мамам ашуланатын кезде не істеп отырсың, әйтеуір бірдеңе шұқылап отырасың деген сияқты. Енді әзіл сондай ситуация ғой. Но қазір если анализировать шаршаған кезде немесе бір нәрсемен толық ойланып отырған кезде ол часто істейді сол нәрсені. Ол менің папамның өз-өзін тыныштандыратын немесе белгілі балансқа состояниесін келтіретін несі шығар, мен солай ойлаймын. Сол сияқты әркімдікі өзінікі болады. Просто жаңағы аутизмі бар балаларда өзінің деңгейіне сәйкес өзінің бір способы болады. Ол бір жерде айналу бар, ол қолын қимылдату, ол былай, ол светке былай. Біз білмейміз ғой, солай ұнайды. Ол соған қызық. Там блики появляются, не появляются, может, сол қызық шығар деген сияқты. Біз оның көзінен көре алмайтын болғаннан кейін, біз оны толық түсіндіре аламыз деп айта алмаймыз. Менің ситуациямда айта алмаймын деп жатқаным енді мысалға опять же мен қалай үйренгенмін, мен жаңағы жақсырақ түсінемін, егер балалармен салыстыратын болсақ, жаңағыдай нені там социум адамдар дұрыс түсінеді, нені дұрыс түсінбейді деген сияқты. Сондай сол жағынан мен айтқым келмейтін нәрселер бар деген сияқты. Но жалпы ол нәрсе кешке жаңағыдай жылаумен шығуы мүмкін. Вот весь день, допустим, если стрессовый күн болса, терпим, кешке қарай шығуы мүмкін. Немесе кейде қатты бір не болған кезде, бір ешкім жоқ жерге барып, оны мен кейін түсіндім. В моменте мен өзім байқамай қалдым, я, оказывается, раскачиваюсь. Сіз теңселесіз, менің балам теңселеді. Но это не часто менің случаемде, просто бір-екі моменттер болды. Қатты стрессовый, мен өз-өзім тыныштандыруға тырысып отырған кезде біраз уақыттан кейін мен түсіндім теңселіп отырғанымды. Соны теңселіп отырған уақытта сіз не сезесіз? Мысалға ойлану қиын ғой, стресстік ситуацияда дұрыс ойлану қиын. И как будто сол нәрсе тыныштандырып жүйке жүйесін сол ойланып, қорытып, ситуацияны жіберуге көмектесетін сияқты, физически. Тағы не, негізі өте жиі қолданатын нәрселерім ол қолды тырсылдату. Опять же, бұның бәрі көп адамда кездесетін нәрселер. Бетінді тырнау. Но мен байқалмай оны бір университетте жұмыс жасаған болатын. Сол кезде студенттер айтқан, сабақ айтып жатыр, мен тыңдап тұрмын сабақты. И шамалдан кейін бір нәрсе айтсам, ойланып, прям қызық айттың деп айтсам, бетіңіздің бәрін тырнап тастадыңыз ғой деп күлді да студент. Мен оказывается байқамаған екен, бетім бәрін шұқылып тұрған ғой, шұқыланып деген сияқты. Бір нәрсеге, чтобы сконцентрироваться, мұқият бір нәрсені тыңдау үшін, кейбір сондай стимдер кетеді. Поэтому біз жұмыста часто айтамыз, стим — это не всегда враг нормального өзіне. Адамға негізі көп жағдайда көмектесетін нәрсе деп. Түсінікті. Сізге осы диагноз бір психиатр ғана бардыңыз ба, әлі бірнеше психиатрға бардыңыз ба? Бір психиатрға ғана. Неге екенін түсіндірейін, потому что көбісі тексереді, 2-3 психиатрға барып деген сияқты. Біріншіден, мен сразу сенімді адамға бардым.
барлығына түсінікті болу үшін Қазақстанда, айтайын, вот жаңа айттым ғой, бала кезде өзім просто мен сондай ерекше шығармын деген сияқты, просто білем кейбір нәрселерім өзгеше екенін болды. Универге түсем, мен дефектологияға түстім. Аутизм туралы біле бастаймын, оны зерттеген сайын больше начинаю понимать, ол мен сияқты нәрсе ғой мынау деген сияқты. Бірақ жаңағыдай вот көп адамға қазір түсініксіз, ой, қайдағы аутист, ол вообще ұқсамайды ғой балаларға деген сияқты. Аутизмнің түр-түрі болады, но жаңағы енді біліп бастаған кезде менде де сол үшін сомнение болды. Ұқсамайды бәрібір, мен сөйлей алдым деген сияқты. Мен негізі кішкене кеш сөйлеген екем, оны жақында білдім. Неше жасыңызда сөйледіңіз кеш? 3-ке қарай ғой деймін. Бірақ ол біз жиі көретін өкінішке орайда мүлде сөйлемеу емес, байқаған болады ғой. Сөйлей алады, спонтанное навинование бар, бірақ қолданбайтын болады ғой. Жиі қолданбайтын. Сондай болған ау деймін. Өйткені бір туысқан баланы көрсетіп жатты да, туысқандарым. Сен де осындай болған едің деп айтты. И менің түсінгенім бойынша сондай. То есть мен қалай байланысқа жиі түсе бермедім. Кейбір сөздер пайда болса да, вот примерно сондай. Просто толық нақты информация емес, поэтому білмеймін. Сіз отбасыңыз неше баласыздар? 3 баламыз, ағам және сіңілім бар. Сіз ортаңғысыз, иә? Ал басқа туысқандарыңызда осындай бір балаларда спектр болған аңғардыңыз ба? Пока жоқ, және жоқ болады деп үміттенемін, бірақ білмеймін. Енді туып жатқан кішкентай балаларды мен өкінішке орай қатты араласпаймын. Басқа қалада болғаннан кейін қатты білмеймін, жақсы дамып жатыр ма балалар деген сияқты. Бірақ кей кезде біліп қаласың, бірақ опять же тактично болғың келеді, ештеңе айтқың келмейді. Өздері тексеріліп жатса, тексерілер деген сияқты. Енді қазір көп қой, жалпы задержка деген сияқты, поэтому былай көп біліп бар осындай туысқандарымда деп айтатындай пока білмеймін нақты. Былай маған дейін болған болмағанын тоже білмеймін. Ол кезде вообще диагностика болмаған деген сияқты. И вот получается, мен университеттен бастап ровно 10 жыл солай болыпты, ровно 10 жыл мен подозревать етіп жүрдім. Осы салаға келдім, аутизмі бар балалармен жұмыс істей бастадым. Зерттеле бер деген сияқты. И только подтверждалось. Сомнение қалай кеткен жоқ, тек подтверждение бола берді. Сондықтан оның үстіне ол 10 жыл бойы оған дейін неге тексерілмедім, потому что маман болған жоқ. Сіз өзіңіз осы салаға келгеннен бастап тексеріле бастадыңыз, иә? Вот 23 жылы. Көріп, бастап өзіңіз салыстырып. Салада 2019-дан бері аутизмі бар балалармен жұмыс істеймін. Мен 2023-те тексерілдім. Сол уақытқа дейін тексерілмегеннің себебі, мен ойлаймын, тек қана маман жоқтығынан болды. Мысалы, өз қаламында өкінішке орай менде мен өте қатты қалай щепетильный қараймын, таңдаймын, андай доверие орнату қиын. Жаңағы өзіме психотерапевт немесе психолог іздеуден. Сондықтан, когда точно қалай дұрыс тәжірибесі бар маманды тапқан кезде, сол кезде ғана бардым. Екінші рет тексерілуге басқа жаңағы утвердить, чтобы екінші мнение деп айтады ғой, оны алуға менде өзімде қажеттілік болған жоқ. Кому я доказываю, если қанша уақыт бойы, если маған түсіндіріп берді, мысалы, мен өзімде де последний сұрақ болған, все такие сомнения, вот социальный бойынша менде барлығы жақсы сияқты ғой деген сияқты. И біз сипаттап жатырмыз, мен айтып жатырмын, қалай мысалға менде араласу болады деген сияқты. Вот тут важный момент, мен айтып жатырмын, қалай менде болатын. Қандай қиындықтар болуы мүмкін, жалпы психотерапия ретінде де барып жүрмін ғой. Примерно менің ситуацияларымда.
и маған ол кісі түсіндіріп береді. Видите, вот тут обычно у людей не так деген сияқты. Поэтому маған түсіндіріп берді ғой, в общем, именно менің случайымда именно спектр қай жағынан білінеді, қалай білінеді деген сияқты. Поэтому маған ол кісі де айтты, екінші мнение алыңыз, если хотите деген сияқты. Мен просто, во-первых, не верю, что екінші рет сенетіндей жақсы маман табамын, өте сирек, өйткені балаларды тексеретін, дұрыс тексеретін мамандарда аз, грубо говоря. Но үлкен, которые взрослых диагностируют, еще меньше. Сол үшін іздеуге талпыныста болған жоқ. Вот. Осылай қойылды. Сіз және де осындай ерекше балалармен жұмыс жасайсыз, аутист балалармен. Ол балалармен жұмыс жасағанда қиын емес па, жалпы қалай өзіңіз? Маған өзіме негізі жеңілірек көрінеді. Яғни қиын нәрсесі бар, ол менің спектрім бойынша, менде еще СДВГ в плане концентрации деген сияқты. Қазір, бірақ оның шешімі бар. Мысалға, қазір мен өзім жеке жұмыс жасаймын, супервизия алып, то есть центрде емес деген сияқты. И маған жеңілірек болды в плане мені ешкім бөліп жібермейді, что меня может сбить с толку, мен ойым шашып кету мүмкін деген сияқты. Біріншіден, екіншіден, өзімнің структурам бойынша, өзімнің өзіме ыңғайлы форматта жұмыс жасай аламын. Сондықтан көп қиындықтар уже кетті менің өмірімде да, жұмыс бойынша. Ал балаларға байланысты маған көбіне көмектеседі, өйткені негізі аутизмі бар адамның барлығы бірдей емес, бірақ аутизм диагнозының қиындық салалары бір ғой. Сондықтан ситуацияда балаға не әсер етіп тұру мүмкін, қандай сезімде тұр деген сияқты, оны қалай тез қалпына келтіруге көмектесе аламын деген сұрақта маған өзіме солай көрінеді, жеңілірек сияқты. Потому что бывает тез тыныштандыру қолымнан келіп жатады деген сияқты. Немесе түсінетін сияқтысы сондай, басқа адамдар қарағанда сіз көбірек түсінетін сияқтысыз, өзіме солай көрінеді, енді білмеймін, былай наверное, громко сказано, мен жақсы түсінемін оларды бірттен қарағанда деген олай айта алмаймын енді, бірақ өзіме солай көрінеді. Где-то мне проще түсіну моменте, там қалай болды, не үшін болды екен деген сияқты. Ол қандай ситуация білінеді? Мысалға, біз белгілі бір нежелательное поведениені зерттеп жатамыз, и маған сразу көрінді, все-таки причина бұдан емес сияқты, мұншалым көрек деген сияқты. И практикада, сосын оказывается, что реально деген сияқты. Енді это мелкие ситуации, не то чтобы мен всегда точно білем. Сондай болып жатады, просто өзімнің бақылауым бойынша. Мен айтып отқаным, өткен адам өз басынан өткен ең басқан жақсы түсінеді ғой. Мысалға, мен өз баламды көбінесе түсінбеймін. Мен балам мысалға жаңағындай стимулятор жасап жатқан кезде, айғылаған кезде қатты ашуланады, сол жаңа поведениемен жұмыс жасаудың алдында жарты сағат 20 минут бұрын не болғанын білу керек абатерапия бойынша, мысалға. Мен соны зерттеймін. Мысалға 20 минут бұрын баламды не қоздырып, не жындандырып жіберу мүмкін деп. Былай да ойлаймын, қанша жазам қағазға, бірақ дәл таппаймын. Қанша жыл, мысалы 10 жаста ғой, қанша жыл бойы абатерапия бойынша өзім үйде жасап көремін. Бірақ не жаңағындай баланы жындандыратын, неге айғылап кететінін түсінбеймін, мысалға. Себептерін алдын ала жазғанмен. Енді абатерапия сіздер алдын ала соның бәрін зерттейсіздер ғой, мысалы 20 минут бұрын балада жаңағындай қандай мәселе әсер етті деген сияқты, поведениясына. Сіз оларды мысалға дәл тауып жатасыз көбінесе, біліп жатасыз. Анализ жасау жеңілірек. Анализ жасау жеңілірек болатын шығар, өйткені жаңағыдай как будто вот сен қалай айтсам екен, вождение сияқты қарайтын болсақ, ассоциация, сенде опыт бар, экзаменнен өту жеңілірек болады деген сияқты.
Вот что-то такое, наверное. Кішкене сенде сезім бар, как это может быть деген сияқты. Солай шығар. Насчет жаңағы ситуация сізде нежелательное поведение туралы сұрақ болды ғой. Сол жайлы айтып кетейін деген ғой. Негізі 20-25 емес, 20-25 минут бұрын емес, одан да көп уақытты біз зерттей аламыз және мән бере аламыз. Может быть, кішкене слишком термин болып кетеді, но көп адамға осы салада жұмыс жасап жатқан немесе ата-аналарға білу керек нәрсе мотивационные условия дейтін болады және стимул дейтін болады, түрткі болатын, который не үшін поведение болады, поведениеге дейін не болады деген нәрсе екіге бөліп қарастыру керек. Мотивационные условия деген мысалы адамның состояниесіне байланысты нәрселер, адам қандай күйде тұр қазір, ал стимул ол түрткі болатын нәрсе. Мысалы мен шаршап тұрсам, бүгін мысалға жұмыс болмады, отменилось, мен қуандым оған, өйткені менде дополнительный стресс жоқ мына жерге келуге деген сияқты. Егер мен жұмыстан кейін болсам, мен шаршаңқымын, мен сөздерімді құрастыру қиынырақ, тағысын тағы деген сияқты. И келе жатамын да, осыны мысалға егер мотивационный условия, менде стрессовый ситуация 6 сағат бойы жұмыс жасадым деген сияқты, немесе тағы болса, ұйқым қанбаған деген сияқты, немесе ашпын деген сияқты. Және мына жерге келіп белгілі бір ситуация болса, мысалға сіз бір нәрсені айттыңыз, немесе біреу әзілдеді. Мен ол ситуацияны спокойно қабылдап кетуім уже қиын. Екі талай қиын, иә. Мен мысалға жылағым келіп кетуі мүмкін деген сияқты. Яғни, ал егер мотивационный условия басқа болса, мен оны спокойно, мен өзім күліп, менде күш бар. Балаларда дәл солай сияқты болуы мүмкін. Егер ода мотивационный условия жақсы болса, егер бәрі жақсы болып тұрған болса, мысалға сіз айтып жатсыз ғой, білмеймін не үшін болған деп. 20 минуттың арасында ештеме болмаған болса да, может быть, білмеймін, шулап тұр бір нәрсе, телевизор. Обычно ол оған әсер етпейді, ал дәл қазіргі мотивационный условияда может оны раздражает деген сияқты. Поэтому көп нәрсе негізінде әсер ету мүмкін. Поэтому главное, жаңағыдай ситуацияда сіздің өзіңіздің жеке ситуацияңызды айтып тұрсыз ғой, бірақ ол көп ата-анада кездесетін ситуация сияқты. Ең бастысы, когда пока что білмейміз не үшін екенін, қалай жұмыс істеу керектігін, өзіңіздің іс-әрекетіңізді табу, наверное, дұрыс не істесем болады. Өзімен іздеуім керек сондай, Не, іздеу емес. Дәл ситуацияда не істесеңіз болады, сіз мысалға қасында болсаңыз болады жай ғана. Расстроился, түсінем деген сияқты. Понимаю, все хорошо. Просто успокоить. Олар жасағанда мені тереді. Не то, что не болды саған, анау деген сияқты. Вот, әр бала әртүрлі, может, сіздің ситуацияңызда просто қасында отырыңыз, чувствуя, что вы рядом. Вы не ругаете, не бросаете его в этом горе, скажем, а қасында боласыз деген сияқты. Дәл сол ситуацияда хотя бы сол поддержканы сездіру. Әрине балаға байланысты, сіздің балаңызға ол ұнамайтын болса, конечно, сіз кішкене басқа. Сол үшін айтып жатырмын, өзіңіздің поведениең не істесем болады деген нәрсені бірінші шешіп алу. Не істесем, ол сезе алады, жалғыз емес екенін, ешкім қолдау бар екенін, сол нәрсе. Түсінікті. Сіз жаңағыдай сіздің бойыңызда жаңағыдай СДВГ, жаңағы зейіннің тұрақсыздығы мен гиперактивтік синдром дедіңіз. Мысалы, ондай менің баламда да бар, яғни көп аутистерде бар деп ойлаймын ондай. Осы жаңағы СДВГ-ны, мен орысша термин ғой айта берсем, СДВГ-ны көбінесе қазір психиатрлар, невропатологтар көбінесе препараттармен басады, нейролептик болсын, психотропный болсын, жаңағы неше түрлі дәрілер беріп жатады. Ондай өз басымда болды, мен балама бердім. Кейде айтып жатады, қазіргі заман зерттеуіне байланысты СДВГ деген ол керісінше жақсы деп.
ондай адамдар керісінше үлкен жетістіктерге жетеді. Ол жаман әдет, жаман диагноз емес деп. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз өзіңіз бойыңызда бар деп тұрсыз. Сіз оны өзіңіз қалай басасыз сыдығыны? Басқа балаларда болғанын онда құптайсыз ба, әлде ол керісінше балаларға жаман әсер етеді деп ойлайсыз ба? Так, негізі диагноз туралы рас болсын, СДВГ болсын, именно қалай ерекшелік қой. Ерекшелік, иә. Ойлану, қабылдаудың ерекшелігі екеуі де солай қалай сипатталады деген сияқты. Екі диагнозда. И бұндай ерекшеліктердің барлығының плюс да болады, минус да болады. Айтуға болмайды шығар, СДВГ болған күшті деп. Келмейді оған, потому что минустары да бар. Жаман деп те айтуға болмайды, плюстары да бар деген сияқты, совсем жаман деп деген сияқты. Поэтому как есть просто қабылдау керек, біріншіден. Екіншіден, нейролептиктер бойынша өз басым маған ұнамайды. Зияны көп екен. Я сондай естіп те жатамын, сосын білмеймін, менің құқым бар ма ол туралы айтуға, жоқ па білмеймін, бірақ енді өзімнің тәжірибем ғой, өзімнің тәжірибемді айтайын, конкретно ешкімді айтпаймын. Просто менің бақылауым осы уақытқа дейін жұмыс жасаған, көрген балалардан, неважно, рас бойынша, СДВГ бойынша, егер балада опыт болса, где много лечили его, әртүрлі препаратпен, мен өзімнің жеке бақылауым, өзімнің практикамдағы, сол балаларда такое понимание бойынша, концентрация бойынша, қызығушылық жоқ, сондай болады. Как будто басып тастады оның барлық нежелательное поведение. Это же тоже способ коммуникации. Он хочет коммуницировать. Просто басқа сөздермен білмейді. Нежелательное поведение ол всегда минус емес дейсіз, онда плюс бар дейсіз. Конечно, мысалға, не то, что плюс, это хорошо деп айтпаймыз, просто ол нежелательное поведение көрсетіп жатыр деген сөз бала балансқа түсуге тырысып жатыр. Просто білмей жатыр, қалай түсіндіретінін. Просто ол келіп былай айтады, қарайды, басқа қылады, ешкім назар аудармайды, бірдеңе деп айтады, оған айтқанын орындамайды, мысалға да әртүрлі ситуация. Сосын барады да ол айқайлайды, немесе бір нәрсені лақтырады, сосын барлығы назар аударады деген сияқты. Басқаша енді жұмыс жасамай жатыр деген сияқты. Ол да коммуникация. Сондайдың бәрін басу үшін жаңағы СДВГ-ні ол прям өмір қызық оған жүріп бәр нәрсені қарап жатыр деген сияқты. Оны барады да, опять же, таблеткамен басып тастайды деген сияқты. Білмеймін, опять же, мен врач емеспін. Просто менің бақылауым бойынша көп емделген, бір жаққа барған болса, сондай балалар жаңағы қызығушылығын табу қиын оның, мотивацияны, интересін кеңейтуге тырысамыз ғой біз жұмыста. Потому что адамда мотивация болмаса, еш нәрсеге құлқы болмайды деген сияқты. Прям аутостимуляциядан басқа қызық емес деген сияқты. Потому что, но это естественно, егер сені емдей берсе, что-то тебе пичкают, сен өзің нервный системаны постоянно тыныштандырып отырасың, потому что у тебя постоянно стресс. Сондай мен заңдылықты байқадым. Сондықтан мен өз басым жаман қараймын. Егер ол обоснованно болса, просто мен білем, кейбір ситуацияларда керек, именно физиологически белгілі бір ситуацияларға байланысты керек ситуациялар болады деп айтып жатады. Поэтому білмеймін, мен опять же врач емеспін, бірақ егер сізде басқа способтар болса, поведенческий методпен көп нәрсені негізі орнына келтіруге болады. Хотя бы просто договориться, если мысалға именно гиперактивность жоғары болса, там бір орында тұрмайды, не істесем болады деген сияқты. Постепенно, опять же, ол үлкен жұмыс, пониманиясын үлкейту керек бірінші баланың, то есть балада келісімге келуге понимание болу керек. Келістіруге болады. Вот сейчас далаға шығамыз, площадкада можно, сколько хочешь прыгай, мен секір деген сияқты.
тут потом отдохнем, хорошо деген сияқты, тут нельзя деген сияқты. Көп нәрсені қалыптастыруға болады балада, жалпы жай ғана подходтармен. Егер, конечно, адамдар жұмыс жасағысы келмесе, өзімен осы балаға сол нәрселерді қалыптастырғысы келмейді, просто тынышталған қарасаңыз, конечно, нейроплептиктер беріңіздер деген. Енді мысалы қараңызшы, біз баламызға өте көп жаңа айтып жатқан емдер айтып жатсыз ғой, бала көп ем болған сайын бала керісінше нейрондары бұзылады, бала өз-өзін тыныштандыра алмай қалады. Ол негізі рас деп ойлаймын, өйткені практика бойынша мысалы сіз практика бойынша көрсеңіз, мен практика бойынша оны өмірде жасап көрдім. Мен балама әлемде қандай ем бар, бәрін жасадым. Жаңағы көп айтам негізі осыны, бак стимуляциясын, ТМС, томатис, СБН, микрополизация, блокадный укол, пересадка стволовых клеток, нейролептик, наотроп, психотроп, қандай ем бар әлем бойынша, БГПК диета, аботерапия, логопед, дефектолог, психолог. Мен балама бүкіл емді қолданып көрдім, қолданып келе жатырмын да әлі. Енді сіз айтып отқан қасиеттер, жаңағы балам өз-өзінен жаңағындай мотивационный жағынан төмендеп бара жатқаны көрінеді маған. Өйткені көп нәрсе мотивация шынымен жоқ. Баламда физиология жағынан балам шынымен жақсы дамыған. Өйткені жаңағындай суға, бассейнге түскен жақсы көреді, велосипед жақсы себеді, бірақ балам жаңағындай сөйлемейді, психологиялық жағынан артта қалып келе жатыр. Жаңағындай 10 жаста болғанмен даму деңгейі 3 жастағы баланың даму деңгейі сияқты. Осы жаңағыдай енді біз баламызды бүкіл жасап жатқан себебіміз оны тыныштандырып отырыс қою ғана емес, жаңа сөйлету, басты мақсат сөйлету. Көп ерекше аналардың басты мақсаты сол ғой. Ерекше бала сөйлесін, аутист бала жаңа коммуникацияға түссін, ата-анасына ойын жеткізсін деген. Сол мақсатта ата-аналар осы бүкіл емді жасайды деп ойлаймын. Өйткені мен өз басым ерекше ана ретінде, мен өз басым сол емді бәрін баламды сөйлету үшін жасадым. Дәрілерді берген себебіміз жаңағыда қатты жаңағыдай мінезі бұзылып кетті әр стимуляциядан кейін. Жаңа аботерапия арқылы осындай балаларды қалай ойлайсыз, өте көп ем алып келген үлкен балалар, аутист балалар қазір көп қой, оның үшін үлкен балалар да көп. Мен жаңағыда высокофункциональный аутизм айтқан жоқпын сіздікі сияқты, керісінше жаңағы төмен функционалды аутисттарды айтып жатырмын. Оларға өте қиын ғой. Мысалы өзім ойлаймын, высокофункциональный аутизм, кейде ойлаймын, мен балам аутизм ішінде высокофункциональный аутизм болса екен ғой деп. Сол кезде өмір жеңіл бола алмайды аутист баламен деп ойлаймын да. Өйткені жаңағыдай сіз сияқты жақсы ғой, сөйлеген, ортаға түскен, жұмыс істегені, жасаған, ол өте жақсы. Енді осындай балаларды қалай ойлайсыз, аботерапия арқылы жаңағы сөйлетуге бола ма үлкен балаларды? Наверное, бұл жерде дәл осы сұрақта солай ойлаймын, менімен келісетін адам өте аз болатын шығар. Бірақ мен ойлаймын, мен всегда үміттенемін. Үмітті өзіңіз ғой, үміттенемін. Практика бұл жөнінде сөйлеп кеткен балалар бар ма үлкен? Вот қазір айтатыным, просто маған да мысалы коллегалардың арасынан, мысалы логопедияны қосып бастайық, басқа десек, енді коллегалардың арасында айтатын адамдар болады, дұрыс қой, енді шықпайтын шығар деген сияқты. Көп адамдар болады. Мысалы сену қиын. Менде может тәрбие, может қиялдап үйреткен шығар. Білмеймін, бірақ өмірде жалпы всегда сеніп отырам. Вдруг получится, надо биться деген сияқты. Болды, мысалға 4 жас па, 5 жаста ма келген бала, мүлде даже эхолалия аз, бірақ жаңағы жаймен деп эхолалияны көтерді, то есть көп просто өзі дыбыстай бастады, дыбыстар шығара бастады, соған қуанып жүрдік. И қанша 1,5 жыл жұмыстан кейін ба, просто глазной контактпен мен кассет жатырмын креслода. Ол маған қараған уақытта кати деймін де, мен өзім катим, качу. И бір 5-6 күн, и 5-6 рет уже сол 5-ші күні или 6-ші күні соны тренировать етіп жүрген. Тоқтап қалып көзіне қарап тұрсам, маған қарады да кати дейді. Вот это же чудо, вот за это же стоило биться.
Хотя, казалось бы, даже вот өзімен өзде дыбыстау аз. Не то, что менің артымнан қайталап бір нәрсені сұрап беремін. Дыбыстар шығармайтын өзі. Иә, жаймен каплямен шығарды. Поэтому мен сенемін, что жұмыс жасауға болады деп. Потому что, опять же, ол біз үшін негізі біз үшін кішкене ғана өзгерістер шығар. Мен ойлаймын, бірақ баланың өзі үшін ол прям әлем өзгеріп жатыр. Бір нәрсе, новый нәрсе өзгерген кезде. Болашақтағы перспективасы, қалай өмір сүре алады деген сияқты. Поэтому просто тут уже мен желанием болып кететін шығар. Тілегім көп мамандар болса екен. Прям қалай айтсам екен. Үміт үзбей прям беріліп жұмыс істей алатын. Білем, ол қиын. Әркімнің өз өмірі де бар. Біздің жұмыс өте көп энергияны қажет етеді. Бірақ біріншіден егер бұл салаға келгісі келетін мамандар болса, мен часто көріп қаламын, если вы хотите быть логопедом деген рекламалар болады ғой. Мен ойлаймын, соны көреді да, можно зарабатывать деген келеді деймін да, осы ақша көзіңізде бе? Бірінші адам, как можно вот так прийти деп мен түсінбеймін. Мысалы, просто рекламамен. Логопедтер күшті болып жатыр дейді ғой қазір деген сияқты. Ақша көп тауып жатыр ғой деген сияқты. Потому что әр маман болғаннан кейін өзіңнің мамандығың бойынша сапа көрсету керек қой адам. Сондықтан тем более біздің салаға келетін адамдарға біріншіден ойланып келіңіздер деп ойлаймын, потому что көп энергия алады. Екіншіден все-таки келген болсаңыз үміт үзбеуді үйреніңіз екен деймін. До конца сеніп. Менде өзімде ситуациялар болды. Не только раз басқа диагнозда да балалар, мен қолымды түсірім дейді ғой, опускаются руки, мен жұмысым вообще нәтиже беріп жатқан жоқ сияқты. Может, откажусь деп жаңа руководительдерге айтып, қалай ойлайсыз деп, олар мені успокоить етіп жүрем. Сондай ойлар келгеннен кейін бір күн, или немесе 2 күннен кейін балама результат көрсетіп тұрады ғой. Мен үшін енді кішкене фантастический нәрсе, может быть, или философский, білмеймін. Бірақ андай сияқты да, сигнал сияқты баладан. Жоқ, үмітіңді үзбеші, я буду стараться деген сияқты. Сол үшін вот үміт үзбей үйрете беруге тырысу керек. Конечно, дұрыс методтарыңыздың дұрыстығына сенім тексеріп отыру керек. Точно дұрыс жасап жатсыз ба деген сияқты. Ну и не сдаваться. Содан кейін сұрайын деген, мысалы, қазір аутизмді енді балалар көбейіп келе жатыр, жылдан жылға көбейіп келе жатыр, иә. Қазір әрбір 31-ші бала аутист бала әлем бойынша. Ол сандар әлі өседі. Осының аутизм себеп салдарын қазір әлем бойынша бәрі зерттеп іздеп жатыр, иә. Әр маман әр түрлі айтады. Мысалға, жаңағыда невропатологтар гипоксия, ВЧД-дан көреді, иә. Психиатрлар ол генетика дейді, остеопаттар бұл жаңағы атлантпен омыртқаның бұзылысынан дейді. Әр маман әр түрлі айтады. Психологтар психосоматика деуі мүмкін. Енді сіз осы аба терапевт ретінде аутизм шығу себебі, көбейіп келе жатқан себебі неде деп ойлайсыз? Бірінші, опять же, бұл менің жаңағы аутистік қалай бұзылыс деп айтқым келмейді екен. Рас дейсіз болады. Менде біраз болған аутистік спектр дейінші, мышление аутистическое. Соның әсері деп те жатады. Маған ұнайды всегда, когда точно маған түсінікті болғаны. Вот нақты, ол зерттелген. Мысалға, бір нәрсеге мен сену үшін, мен мысалға, чехол қорғайтынына сенем деген сияқты ше. Енді бұндай зерттемеймін, енді жалпы деймін өмірде. То есть мен бір нәрсеге сену үшін, мысалға, айтады мынандай там, жалпы кешіріңіздер. Осы менің іздебегім бөлініп кете береді ғой. Вот маған нақты түсіну керек. Ол шынымен жұмыс жасайтын нәрсе ма, не нәрсе, не үшін деген сияқты. Наверное, абаға келгеннің себебі де сол шығар, өйткені AAB ол ғылым. Іс-әрекетті зерттейтін ғылым. Не үшін болады, не істеу керек, қалай өзгертуге болады деген сияқты. Нақты нәрсе. Сол үшін маған түсінікті. Жалпы оған дейін де мен түсінгенім, менің мышлением сондай болған екен.
естественно деген сияқты, солай ғой деген сияқты. Сондықтан маған ұнайды, когда любой нәрсе, предположение, жаңағы бала не үшін болады аутизм деген сияқты, научно доказано болған. Жаңағы сіз айтқан нәрселерден единственное, что доказано, это генетика екені. Но ол факт еще. Сол единственный негізі факт. Аутизм ол гені табылған жоқ қой, ол генетика. Дәлелденген нәрсе генетикадан екені, но и то ол бізге еш нәрсе бермейді. Өйткені мен дұрыс түсінген болсам, дұрыс түсіндім деп ойлаймын, өйткені бір жерде осылай түсіндіріледі. Сахарный диабет сияқты. Мысалға, ол тоже генетический нәрсе. Мысалға, менің туысқандарымда болуы мүмкін, ол менде де болуы мүмкін. Менде болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Но генетически менде бар деген сияқты. Аутизм тоже самый нәрсе екені дәлелденді. То есть біз онымен ештеме істей алмаймыз ғой. Ол ген и ген. Алдын ала, может, біреулер айтып жатады, там генін тексертуге деген сияқты, но это тоже невозможно. Мысалы, генін тексерттіңіз ба? Мысалға? Жоқ, бірақ маған қызық болған. Сосын түсіндім, оказывается, ол біріншіден пока что не точно, кажется. Зерттеп, екіншіден қымбат. Үшіншіден, ну, просто мен, если это не точно, я сейчас не хочу там тратиться оған. Еще арзан емес. Үшіншіден, нет необходимости. Егер жалпы өтетін тесттер бар болса, егер қалай лайықты мамандар болса, тестлер өткізіп, разбор жасап, маған де точно бар ма жоқ па екенін анықтайтын. Зачем деген сияқты, пока ол сұрақты алып тастадым өзім, бірақ тексергім келмейді пока что. Вот. Сұрақ қалай болып еді? Жоқ, аутизм себебі не деп ойлайсыз? Себебі сіздің ойынша генетика ол. Как мен сенетін единственный себеп ол генетика. Как ол себеп емес қой, қалай айтса екен, ол данность, факт. Осыдан болып жатады деген сияқты. Себеп деп айту қиын сияқты, өйткені. Енді қазір қараңызшы, кешіріңіз сөзіңізді бөлдім, қазір мысалға ата-аналар көбісі мысалға прививкадан көріп жатады, сосын логопедтер айтып жатады, бұл ата-ананың жаңағы баламен айналыспағаннан деп жатады, әр специалист әртүрлі айтады. Психологтар айтып жатады, бұл деген психосоматика, сіздің өзінің ойыңызда сондай болды, сіз шақырып алдыңыз деген сияқты. Әр маман сөйтіп келтіреді. Бірінші рет естіп тұрмын, негізі даже сөйтіп айтамын сіздерге. Енді мен көп жаңағы барып көргеннен кейін әртүрлі айтады ойлар. Кейбір бір психолог айтқан, бұл деген сіздің үйіңізде бір өздеріңізде айтылмаған құпия бар, содан кейін де аутизм болады деп. Сондай да айтылған. Неше түрлі айтылады ғой, сондай да айтылған. Сондықтан айтып тұрғаным, естіп тұрғаным, әр маманның әр ойы әртүрлі. Аботерапевт басқа айтса, логопед басқа айтады. Логопедтердің көбісі айтады, бұл кішкентай кезінен баламен жаңағыдай айналыспағаннан, көп көңіл бөлмегеннен деп айтып жатады, аутизм пайда болу себептері деп. Сол аботерапевт ретінде қалай ойлайсыз, ол жаңа генетика деп ойлап тұрсыз ғой, сондай аутизмді? Единственное, мен білетін доказанный нәрсе ол генетика. Қалғандары нет. Потому что, опять же, если мы говорим, там, прививка десек, прививка болып, бірақ болмаған балалар бар. Прививка болып, аутизм болған балалар бар. Прививкаге дейін аутизм анықтаған балалар бар. То есть, сол үшін айтып тұрмын ғой, научно доказанный нәрсе деп. Научно доказанный нәрсе деген, ол анықталатын еді. Точно, вот 90% случайда прививкаден кейін аутизм пайда болды деген сияқты. Как будто вот до этого жаңағы негізі нәрестен мен прям армандаймын сол нәтижеге жетеміз деп, шетелде, если не ошибаюсь, уже прям 2-3 айлық кезінде әр нәрсеге қарау керек қой нәресте. Сол кезден бастап уже зерттеп бастап жатыр, анықтап. Өйткені ерте анықтап, ерте дағдыларды қалыптастырсаң, тем лучше же. Поэтому сол деңгейге надеюсь жетеміз деп ойлаймын. Жаңағыдай айтатын адамдарға негізі мен неге сорт жоқ екен деймін. Потому что менің қарным ашады, кейде ата-аналарда өте жоғары чувство вины дейді ғой. Ол өте. Еще сіздерге айтады, өйткеннен, потому что не занимались деген сияқты. Я понимаю, там это
момент тоже есть, да, есть родители, которые, к сожалению, не видят в этом проблему, уақыт жоғалтып алады. Но просто об этом говорить, еще психологтар нелер айтады деп тұрсыздар да, неге заң жоқ екен сол кісілерге бір нәрсе жасайтын, хотя бы штраф салады, потому что просто кешіріңіз, просто менің если честно ашуымды келтіретін нәрсе, егер ата-анаға напрямую солай айтып тұрса, во-первых, не педагогично, не этично и не обоснованно. Сен толық айта алмайсың, саған келіп тұрған ата-ана сен не істеді, не істемеді, қаншалықты жұмыс жасады, жұмыс жасамады. Даже обвинять не имеешь права, даже если жұмыс жасамаса да, может, оның өзінің причиналары бар, өзінің жұмыс өмірінде қиындықтар болған шығар деген сияқты. Поэтому максимально не тактично. Поэтому держитесь, аталар. Енді апотерапия қазір дәлелденген метод деп саналады ғой әлем бойынша. Бірақ кейбір Қазақстаннан қараса, кейбір логопедтер, дефектолог мойындамай жатады. Бұл дрессировка деп жатады. Кейбір қолданбайды да методтарын. Сіз қалай ойлайсыз? Ата-аналардың да арасында екі ой. Біреулер абаға терапияға сенсе, жаңа дәлелденген метод деп, кейбіреулер бұл дрессировка деп санайды. Соны сұрайын деп, сіз қалай ойлайсыз? Бұл дрессировка ма шынымен де? Әлде бұл негізі дәлелденген метод қой, бірақ бұл сондай ой бар да. Осындай ойды ата-аналар арылатындай, бұл дрессировка емес, бұл дәлелденген, жаңағындай дәлелденген метод деп ата-аналарға сендіретіндей, мысалға қалай сіз айтар едіңіз? Менде всегда бір жауап. Мен үшін ол толыққанды түсінікті жауап болып есептеледі, бірақ білмеймін, адамдарға может түсініксіз. Қараңыз, дрессировка, мысалы, дрессировщик деген кім? Жануарларды циркта адам, мысалға. Жыртқышты, не білеймін, жолбарысты дрессировать етеді. Колесодан секір деп, оттан секір деп. Ол дрессировщик так хочет. Дрессировщиктің желаниясы, жолбарыстан одан секіртсем деп. Жолбарыстың өзіне, өзінің өміріне вообще қажет емес ондай дағды. Дұрыс па? То есть дрессировщик не работает в интересах тигра. Өзіне керек нәрсені қалыптастырып жатыр. Жолбарыстың өміріне вообще қажет жоқ, может быть, даже қиындатады өмірін. Аба балаға не қажет өміріне, не қалыптастыру керек, сол нәрсені қалыптастырады. И сол үшін поощряет. Сол поощрениенің арқасында ғой дрессировкамен ассоциация болатыны ойлайтын. Дрессировщиктер потом там ет береді, сендер де поощрять етесіңдер. Но смысл разное. То есть біз там керек емес нәрсе үйретіп жатқан жоқпыз. Өкінішке орай бар шығар, өзі не біледі, соны қалыптастырып жатқан специалистер. Но дұрыс ABA қалай болу керек, ол бірінші очередь балаға дәл қазір не керек, соны қалыптастырады және оны ата-анаға түсіндіре алады. Не үшін қазір именно осымен жұмыс жасап жатырмыз, для чего деген сияқты. И анализ жасайды деген сияқты. Және сол нәрсені қалыптастырады. То есть түсіндіре алдым ба? Смысл, разница в этом. То есть дрессировщику все равно вот мен қазір не қалаймын, соны нәрсені қалыптастырады. Ал аба вот конкретно кімге дағды қалыптастырып жатырмыз, соның интересі бойынша жұмыс жасайды. Соның өмірі жақсару керек. Вот. Түсінікті. Енді мен соңғы сұрағым қойғым келіп тұр. Жалпы енді сіз айттыңыз ғой, өзінің бойыңызда жаңа ерекше аутистикалық спектр бар деп, өз бойыңызда. Қазір мысалы көп ата-аналар барлығымыз түсініміз келеді, ерекше балалардың ойында не бар, не ойлайды деп сөйлемейтін балалар туралы айтып жатырмын. Олар қоғамнан не күтеді, кейде ата-анадан не күтеді деп сөйлемеген аутист балалар. Мысалы сіз өзіңіз сізде айтып тұрсыз, ерекше жаңағыдай рас болғандықтан сіз мысалы қоғамнан, ата-аналардан, достарыңыздан көбінесе өзіңіз ішкі дүниеңіз, ойыңыз не қалайды, көбінесе не күтесіз мысалы? Конечно, барлық балалардың особенно атынан айтамын деп айта алмаймын. Но жалпы диагноз жағынан қарайтын болсақ, наверное, біріншіден адамдар искренне болған, шынайы. Иә. Мен өзімнің жұмысымда да балалардан байқаймын. Вот бағда шаршап отырып немесе бүйтіп ойың алыстап кетіп, бір неискренне
обратная связь берсең балаға, уже сразу моментально біледі балалар біледі. неискренне болған нәрсені. И мен үшін де мысалға важно менімен сөйлесіп отырған адам немесе өмірде жалпы честно, искренне, как есть айтқаны адамдардың. Без этого менің тревожностью прям бьет шкалу, потому что я не знаю, неискренне. Почему? Что скрывает человек? Почему так произошло? Неге ондай выражение деген сияқты. Это негізі қатты выматывает психологияны. Поэтому бірінші очередь адамдардың искренне болғанын қалайтын шығар. Екіншіден, как не судить, не зная. Вот, наверное, так. Негізі жалпы адам, любой адамға сондай болып кетті. Бәрібір просто судить еткісі келеді деген сияқты. Бірақ все-таки, может, стоит ойлануға кішкене көрген нәрсеңізді бірден осындай екен деген сияқты, басқа екен деген сияқты анализ жасамай, просто если тебе интересно, сначала изучи, неге олай болып отыр екен деген сияқты, либо не лезь. Вот опять же жаңағыдай қарның ашатын ситуациялардың бірі, көшеде көзқарастар ата-анаға, баланың ата-анасына, баланың өзіне деген сияқты. Жаңағыдай бірге ойнағысы келмейтіндер ата-аналар болады екен. Вообще негізі абсурдный ситуациялар көп, сондықтан кішкене қалай айтса екен, толеранттылық шығар. Адамдар хотя бы тиіспеңдер. Вот осы нәрсе келіп тұр пока ойға. Түсінікті, рахмет сізге үлкен. Сізге осы ойыңызбен келіп бөліскеніңізге үлкен рахмет. Өте ата-аналарға да, мен өзіме де үлкен жаңағыдай аутист баламда түсінік жағынан да өзіме үлкен жаңағыдай информация, ақпарат алдым. Ата-аналарға да бұл үлкен көмек болады. Сізге рахмет үлкен келгеніңізге, айтқаныңызға да. Шақырғандарыңызға рахмет.